Кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бикеш саусақтары деп аталатын, яғни орысша дамские пальчики деп аталатын торттың рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар ұн, жұмыртқа, су, сүт, сары май, қант пен тұз қажет болады. Ең алдымен кастрөлімізді отымызға қойып, суымызды және де сүтімізді құйып аламыз. Үстіне бір шымшым тұзымызды және қантымызды саламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, орта отта ерігенше кішкене араластырамыз. Біздің сүтіміз осылай кішкене қайнап бастағанда ұнымызды салып, лопатканың көмегімен жақсылап тез-тез араластыруымыз қажет. Түйіршік қалмағандай осылай қолымыздың көмегімен жақсылап қайнатып аламыз. Бізде бұл қайнатпалы қамыр. Отымыздың астын орташа қоямыз. Біздің қамырымыздың ішіндегі сулары осылай бу болып көтерілуі қажет. Жақсылап араластырамыз. Орта отта біздің қамырдың құрамындағы суларымыз осылай бу болып көтеріліп жатыр. Астында осындай кішкене қамыр жабысқан қашекем араластыратын боламыз. Осылай жабысып бастаған кезде біздің қамырларымыз дайын болады. Бөлек ыдысқа салып аламыз. Мінекей кастрөліміздің астында кішкене астына қатқан, бұл дегеніміз қамырымыз дайын. Біз қамырларымызды азырақ суытып аламыз. Жылымшы болып тұрған қамырымыздың үстіне жұмыртқаларымызды біртіндеп салып, осы қамырымызға жақсылап сіңіріп араластыратын боламыз. Осы қамырға 200 грамдай жұмыртқа кетеді. Ол дегеніміз 4 жұмыртқа қажет болады. Әрбір жұмыртқаны біртіндеп қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай араласып кетуі қажет. Біздің жұмыртқамыз қамырға полностью сіңіп кетуі керек. Үшінші жұмыртқаны қосамыз қазір. Тағы да араластыратын боламыз. Осы тортқа қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдырамын. Біздің қамырларымыз осындай болып бірігуі қажет. Төртінші жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде кішкене қол күші керек болады. Біз осы жұмыртқаларымыз қамырымызға сіңіп кеткенше жақсылап тоқтамастан араластыратын боламыз. Бізде осындай кішкене сұйықтау қамыр шығады. Біздің қамырларымыз дайын. Енді осы қамырларымызды біз кондитерлік қалташамызға салып алатын боламыз. Осылай қалташамызға қамырымызды салып алдық. Осылай жайғастыратын боламыз. Біз осы пергаментный қағазымыздың астына кішкене осы тестадан алып жан-жағына жағатын боламыз. Пергаментный қағазымыз тестаны құйған кезімізде жылысып кетпеу үшін. Енді осы кондитерлік қалташамыздың ұшын осылай кесіп аламыз. Қатты үлкейтпейміз. Біздің тортымыз бикеш саусақтары болғандықтан осылай кішкене ғана ұзыншақ қылып орналастырып шығамыз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут, соң 10 минуттан кейін 150 градусқа түсіріп, ішін кептіріп пісіретін боламыз. 150 градусқа түсіріп, где-то 20 минуттай қойып аламыз. Біздің тестамыз қызарып, әдемі болып пісуі қажет. Өте жеңіл болады және іші кеуіп пісуі қажет. Қазір ішін көретін боламыз. Іші осындай болып пісуі қажет. 180 градуста 10 минут және де 150 градуста 20 минут тұрып пісті.
Енді осы тортымызға қажетті кремін жасайтын боламыз. Крем үшін бізге салқын сливке қажет, кілегей, және де сгущенное молоко, қаймақ қажет болады. Сливкеміздің үстіне осы сгущенное молокомызды салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде осындай формасын ұстайтын өте керемет крем шығады. Қатты плотно қылып жібермейміз. Осылай дайын болған креміміздің үстіне енді біз қаймағымызды қосамыз. Сметанамызды қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Кремімізді қаймағымызбен жақсылап араластырып аламыз. Бізде мінекей осындай өте керемет крем шығады. Енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Біз бикеш саусақтары қамырын осылай жақсылап суытып алдық. Енді үстіне осының кремімізді салып жақсылап араластыратын боламыз. Әрине бұл тортты біртіндеп кремге салып тізсеңіздер де болады. Бірақ маған осылай оңай түседі. Осы қамырының үстіне кремімізді салып, үлкен ыдысымызға салып, жақсылап араластырып, біз формамызға қазір салып жинайтын боламыз. Қалған кремімізді үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Асты жақтарын жақсылап үстіне көтеріп, бәрі біркелкі крем жағылғандай араластырамыз. Біздің тортымыз дайын. Енді пергаментный бумагамызды қойып, формамыздың ішіне біздің торттарымызды жинайтын боламыз. Асты жағына кішкене крем жақтым мен. Енді осы форманың ішіне бикеш саусақтары тортымызды салып, жақсылап үстіне нығыздап басып, формаға жинайтын боламыз. Барлық тортымызды осылай салып жайғастырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бәрін салып жайғастыратын боламыз. Үстінен кішкене басқылап, біркелкі болғандай жақсылап тегістеп шығамыз. Бетін жақсылап спатуланың көмегімен тегістейтін боламыз. Және де бетіне осындай пищевой пленкамызды салып, тоңазытқышқа кемі 6 сағат немесе 1 түнге қалдыратын боламыз. Тоңазытқышқа қойып алдық тортымызды. Тортымыз дайын. Менің тортым 8 сағаттай тұрды. Пышақтың көмегімен жан-жағын осылай қозғап, біз формамыздан тортымызды шығарып аламыз. Формамызды босатып, осылай ақырындап шығарып аламыз. Біздің тортымыз тұрған формасын өзі жақсы ұстайды. Осылай кішкене тегістейміз. Бетін әсемдеуіңіз өз қалауларыңыз бойынша. Менде Қазақстан шоколаты бар. Қазақстан шоколадымызды үккіштің көмегімен үгітіп аламын. Үгітіп алып, бетіне себетін боламын. Сіз кез келген затпенен әсемдеуіңізге болады. Неше түрлі жеміс-жидектермен немесе торттың өзін осылай қалдырсаңыз да болады. Мен осылай үгітіп, осы шоколадты себетін боламын. Өте керемет, нәзік торт болып шығады. Біздің тортымыз дайын. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ, мерекелік торттардың бірі деп айтсам да болады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Тортымызды осылай кесетін боламыз. Арап пышақпен кессеңіздер, осылай ортасы
тегіс әдемі болып кесіледі. Біздің тортымыз өте дәмді болып шығады, өте нәзік. Жасап көріңіздер. Ас болсын.